Йоу, сәп қалайсыңдар, сендермен бірге мен Зайнуридин. Бүгін бізде жаңа видео. Бүгін видео бізде әуенді пранк. Серьезно, алтыншы әуенді пранк па десеңдер. Бүгін тағы да сондай видео шығайын деп тұр. Мен бұл пранкты түсірмегелі өте көп уақыт өтіп кетті. Нуридин бұл баяғыда қалып қалған зат қой деп айтпай-ақ қойыңдар. Просто мен осындай видеолар түсіргім келеді. Және де неге сен үйде кепка киіп алдың деген сұрақтар қоймаңыздаршы. Мінекей осы затты түсірмегелі өте көп уақыт өтіп кетті. Әнде менің достарым көбісі мен осындай пранк түсіретінімді біледі. Так что бүгін мені мүлдем танымайтын, менің YouTube арнам жайлы вообще білмейтін адамға жазып көретін боламыз. Енді біз сөздері біртүрлі және де қатты танымал емес болған әнді жазып көретін боламыз. Ал ендеше бастайық. Пранки! Біріншіден біз дейтін менің бір досыма жазып көрейік осы Нурисметтің ыстық қуырдақ деген әнін. Так, жаңа мен оған жазып жібергем. Папа мені оқыды, но пока что жауап қайтарған жоқ. Ең бірінші жеп отырсың ба? Адамның қарнын аштырып, неғып айттың? Қазақтың қыздары жап-жана піскен ыстық бауырсақ. Не болды? Жеп қойғың келе ме? Қуасың. Ненің? Че-то түсінбедім. Мені келіп жылтадың. Керу әкел су, біздің бөлмеден шығып жатыр бұ. Нені? Қандай бұ? 9 айдан кейін маған бала туып, 9 жылдан кейін үйретен кунг-фу. Қуасың ба сен? Қайдағы бала? Әрекет жасау керек өткені менерге кімне дейді бізге мейлі. Шынымды айтсам, түсінбедім ше. Менің қызымның ақылы сенікінен биік. Луи Вейтон үстіне ки. Кім еді сенің қызың? Бар ма дешиш? Тамақ ішіп отырсың ба? Моя достар, мінекей осындай деген керемет топовый күшті видео болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Және де достар, менің арнам жақында 5000 подписчик жетті. Где-то какой-то 50-ақ подписчик қалды. Сол 50 адам менің каналыма тіркелсе, так что арнаға тіркелеміз. Мен сіздер үшін барлық видеомда тырысып жүрмін. Сіздер мен еңбегімді бағалайды деген ойдамын. Ал сіздермен болған мен Зайнуридин. Видеоны лайк басып арнаға тіркелеміз. Сау.